Қайырлы күн көрермендер. Біз жанұямызбен сенбіні тауда барып сырғанауды жөн көрдік. Сонымен қызықтап қараңыздар. Қайда біз сырғанаққа барадық. Біз сырғанаққа барадық. Мен бабам жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Қашан жетеміз? Сырғанауға бара жатырмыз. Тауға қарай. Бала-шағамызбен бәріміз. Қасым қайда, Қасымды көрсін. Түсіп ал тұр. Біз Шымкенттен шыққаннан кейін 64 шақырымда екен, нақтырақ айтқанда. Бірінші рет бара жатқандықтан жол бір жеткізбей кеткен сияқты. Алдымыздағы бір машинаның артынан келе жатырмыз. Сол кісі алып бара жатыр. Бірақ табиғат керемет. Шымкентте қар азайып қалған, дегенмен тауға жақындаған сайын қар өте қалың екен. Сонымен сырғанаққа барамыз деп жүріп жатқанымызға 1 сағаттай болған жоқ енді. Шымкенттен келе жатқанымызға 1 сағат болды, жарты сағат болды я. Ана төбедегі аттарды қарасай, жылқыларды. Келе жатырмыз. Өшім ана тауларды көрдіңіздер ғой. Алыстан көрінген кезде бір керемет болып тұр еді. Алыста сияқты. Енді соның бөктеріне, Алатаудың бөктеріне жақындап келе жатырмыз. Қаладан біраз уақыт шықпағалы ма, тауға жақындаған сайын керемет көрік көзді алады. Сол жақ бетінде бір үңгірді көрдік. Қайтарда оны да түсіріп аламыз деп шештік. Сонымен Төңкеріс ауылынан қателеспесем, өткен кезде бір көпір болады. Оң жақ бетінде мұздан жасалған бір ерекше бір туынды бар екен. Оның қасына қайтарда суретке түсеміз деп кеттік. Бірақ дегенмен өтіп бара жатып, бейне камерамызға түсіріп кеттік. Я келе жатырмыз. Сөйтіп қаладан келе жатқан соң, өзіміз кішкентай сырғанайтын жер шығар деп келе жатыр едік. Жақындаған сайын бір үлкен бір той болып жатқан сияқты. Кәдімгі Наурыз немесе басқа тойлар тойлағандай бір тәріздес. Толған машине, адамдар лық толы, туристер де өте көп. Керемет енді. Барар жерде машина қоятын жерлерде парковкалардан ыңғайлы екен. Қалаған жеріңізге қойсаңыз болады. Орын жоқ деп айта алмаймын. Адам лық толы. Дегенмен екі-ақ әжетханасы бар екен. Сонышты өкініштірақ мына бейнеде көрініп кетеді. Отырыс болып жатыр ма? Bu yerda atqa, anov atqa ketdi. Anu safar atqa borasizlar, atqa. Tak. Haydash. Mikrofonda söylesing, sayohatchilar bari yaxshimi deb o'z yoqqa qarasang. Алды жоғарыдан қарасаңыздар болады. Дронмен тамашалап. Біз дрон ұшырған соң ар жағындағы тауды да көргіміз келді. Бір қол жетім жердегідей болып көрінгенмен 2-3 шақырым ұшқаннан кейін таудың әлі жақын емес екенін байқадық. Дегенмен көрініс керемет, сөз жоқ. Жай ғана қарап сүйсініп отырсаңыздар да болады.
дейсің? Иә, шыға бер. Осы қызақ шаршамайды, бәріміз шаршап қалдық уже. Ощущение қалай? Зор ма? Қалай, күшті ма? Қорқынышты емес па? Барлығы мәз ғой тер. Қалай, күшті болды ма? Қандай құсың ол? Қаршыға? Қашаннан бері асырайсың? Прокат па? Брат, бүркітті қашаннан бері асырайсың? Өзіңдікі ма? Қанша жыл? Еркек ұрғашы бұл қалай? Еркек па? Аңға шыға ма, тек қана не ма? Аңға? Түлкі? Осы районда ма негізі? Тауда? Рахмет.
Жүр. Болды. Бара жатқанда күмәнді сезім болып еді, қандай болады екен деген. Бірақ барғанымызға өте қуандық, керемет қызықты уақыт өткіздік. Бірақ барып жатсаңыздар міндетті түрде қауіпсіздік шарасында көңіл бөлгендеріңіз жөн. Кішкентай балаларыңыз болса жалғыз қалдырмаңыздар. Өйткені жоғарыдан түсіп келе жатқан аса қатты жылдамдықпен түседі, өздеріңіз байқағандай. Міндетті түрде бір адам қарап отыру керек. Және де бір балалар сырғанайтын шамалы бір шеттері бар, соған сырғанатқандарыңыз жөн. Ал мынау бағанағы айтқан мұздың көрінісі, бұның қасына тұрып бірнеше фотолар түстік. Тауға қарап түссеңіз де бір керемет. Солтүстік мұзды мұхиттағы бір көріністердің біріне ұқсайды.